Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бикеш белгісіндегі жандарға апталық болжам 21 және 27 қараша аралығы. Бізде мына жоғарыдағы екі карта аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар: двойка пентакль және де четверка мечи. Қаржы жағынан бір түсінбеушіліктер немесе аптаның басында кішкене қаржыдан қиналып, аптаның аяғында қаржы жағынан жақсы мүмкіндіктер болады. Яғни аптаның басында кішкене ақша жағы қиындау болса, аптаның аяғында жалақы алуыңыз мүмкін, не болмаса біреу қарызыңызды қайтаруы мүмкін, ойламаған жерден ақша келуі мүмкін сізге. Келесі бізде четверка мечи, жақыныңызға байланысты бір жаңағы нәрсені уайымдауыңыз мүмкін. Жаңағы туысыңыз, туғаныңыз және де екінші жартыңызбен бір үйге байланысты мәселелерді шешуіңіз мүмкін. Кішкене мечи өзі уайым, переживания, яғни бір нәрсені уайымдап, жаңағы түнегіңіз төрт бөлініп, жаңағы кішкене мазасыздануыңыз мүмкін. Бірақ ол енді шешілмейтін мәселе жоқ қой, шешіледі, кез келген ситуациядан шығатын жол бар, сондықтан көп уайымға салына бермеуге кеңес беремін. Келесі аптаның басында орын алатын жағдайлар бізде повешенный және де паж жезлов. Аптаның басында жол жүруіңіз мүмкін, сапарға шығуыңыз мүмкін, қонаққа қыдырып шығуыңыз мүмкін, жаңағы бір істі, бір мәселені аяқтау үшін жол жүруіңіз мүмкін, бірақ та ол жұмысыңыз соңына дейін аяқталмауы мүмкін, себебі повешенный жаңағы застой тұр. Яғни бір істі, бір мәселені аяқтау үшін жолға шыққалы отырсаңыз, есіңізде болсын, бұл ісіңіз осы аптаның көлемінде аяқталмайды. Келесі аптада да, жаңағы одан кейінгі аптада да жаңағы жолға шығып, бұл мәселені шешуге болады. Яғни асығыстық жоқ деген сөз. Аптаның ортасы туз чаш, паж мечи. Аптаның ортасында бір ойламаған жерден ұсыныс алуыңыз мүмкін. Жалақыңыз өсіп, немесе жұмыстан өсуіңіз мүмкін. Қосымша табыс көзін, қосымша жұмыс алуыңыз мүмкін. Аптаның ортасында осындай жағдайлар орын алады. Аптаның аяғы двойка мечи, императрица, старший аркан, пополнение. Аптаның аяғында қаржы келу мүмкін, жаңағы бір қуанышты жағдай естуіңіз мүмкін, қуанышты хабар алуыңыз мүмкін. Және де двойка мечи, асықпай шешім қабылдау керек, ойлану керек сізге әлі де. Және де бір екі жұмыстың, екі істің, екі адамның арасында шешім қабылдап, немесе таңдау жасауыңызға тура келу мүмкін аптаның аяғында. Келесі аптаға берілетін кеңес, сізде восьмерка мечи, қандай да қиын жағдай болмасын, қандай да қиын ситуация болмасын, аптаның көлемінде бұл ситуациядан, бұл жағдайдан шығатын жол бар. Тек асықпай ойлану керек сізге. Бір қол аяғыңыз байлаулы, жаңағы бір сондай сезімде болуыңыз мүмкін, бірақ асықпай ойланып, шешім қабылдайтын болсаңыз, кез келген ситуациядан шығатын вақыт болатынын ұмытпағаныңыз үшін. Еш нәрседен қорқудың, уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі мечи страх, ішіңізде қорқыныш, уайым, жаңағы бұның барлығын, яғни жеңуге болады деген сөз. Бұл аптаға берілетін кеңес. Сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада кездескенше.